Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгін біздің арнадан көретіндеріңіз Йозуа Кимих АПЛ-ға барамын деп құлшынып отыр. Парис Сен-Жерменде Мбаппеге қарсы шабуылдар басталып жатыр. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда достар. Көріп қолдап жүрген достарға алғыс айтамыз, және де арнамызға тіркеліп қойсаңыздар қуанышты болар едік. Ал енді біз жаңалықтарымызды бастайық, кеттік. Қазіргі таңда басқа топ клубтар Барселонаның негізгі ойыншыларына да қызығып жатқанын айта кетейік. Достар, Барселона осы маусымда жақсы ойыншыларында сатуы мүмкін деген ақпараттар бар еді. Соның біреуі Жюль Кунде. Жюль Кунде қазір негізгі құрамның ойыншысы, және де Жюль Кундеге Парис Сен-Жермен қызығушылық танытып отырғанын айта кетейік. Парис Сен-Жермен Жюль Кундемен бірге Эктор Форт арқылы 17 жасар жас талантында алғысы келеді. Ал Форт оң жақ қапталдағы қорғаушы. Фортты қандай жағдайда да сатпауға тырысады Барселона. Кейінгі ақпараттарға сүйенсек, ал Кундеге жақсы ақша ұсынып жатса, сатуға дайын екендерін жеткізуде. Бірақ Кунденің сәл бағасы түсіп жатқан жайы бар. Былтыр 60 миллион евро тұрған болатын құны, биыл 50 миллион евро. Енді Парис Сен-Жермен Барселонаға қандай ақша ұсынады? Соған қарай Барселонада Парис Сен-Жерменге нақты бір шешімін айтатын болады. Достар, бүгін топ лигаларда ойын көп, бірақ та сынақтың бәрі АПЛ-да. Бүгінгі сынақ Арсеналға келіп жатқан жайы бар. Арсенал бүгін Брайтонмен кездесетін болады. Брайтонның бапкері Де Зербиға бәрі қызығып жатқанын білесіздер. Де Зерби де Брайтоннан кеткен күннің өзінде абыроймен кеткісі келеді. Сондықтан да Брайтонның келесі ойындарының бәріне жақсы назар аударады. Брайтон бүгін шабуылдаушы әдемі ойын ойнайды деген сенім мол. Арсеналда қарап қалмайды. Арсеналға бір ұпай жоғалтуға болмайды. Сондықтан да бүгінгі орталық ойын осы деп санаймын. Және де біздің ойымызша бүгін екі командада гол салады деген болжам ой келіп отыр басымызға. Және бүгін ойындар өте көп. Болжам жасап бәстігетіндер болса, 1xBet компаниясы 13-ші сектордың демеушісі 13-ші сектор деген промокод берді. Және де осы промокодпен кіріп алғашқы депозит құятын болсаңыз, сізге 200 мың теңгеге дейін бонус береді. Бүгінгі тамаша ойындарда бұндай тамаша мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар достар. Бонус беретін сілтеме осы видеоның астында. Йозуа Кимих деген Баварияның тамаша жартылай қорғаушысы бар, және де бұл жартылай қорғаушы осы маусымнан кейін командадан кететінін айтқан. Жалпы Кимих пен Баварияның келісім шарты 2025 жылға дейін. Осы жазғы трансферлік терезеде сатса сатты, сатпаса келесі маусымда тегін кететін болады. Кимих оны бавариялықтар біледі, және де 60 миллион евроға сатуға дайын екендерін жеткізіп жатыр. Қазір трансфермаркет порталында Кимих 55 миллион евро тұрады. Алдыңғы жылы ғана 75 миллион евро тұрған еді. Бұның да бағасы төмендеп бара жатыр. Енді Барселона білесіздер, Кимихқа қызыққан болатын, бірақ та Барселона 60 миллион евро тауып беріп, Баварияны да қуанта алмайды. Кимихтің үлкен жалақысын беріп, Кимихті да қуанта алмайтындай жағдайда болып тұр қазіргі таңда. Сондықтан да АПЛ-ға кетуі мүмкін. АПЛ-да дәл қазір Кимихқа Манчестер Юнайтед клубы қызығушылық танытып отыр. Манчестер Юнайтедке керек-ақ, себебі Манчестер Юнайтедтің қазіргі таңда жартылай қорғанысы өте нашар екенін көзіміз көріп жүр. Ал Манчестер Юнайтедпен бірге Челси клубы да қызығушылық танытып жатыр. Челсиға да жартылай қорғаушы керек. Кайседоның қалай қателесіп жүргенін көзіміз оны да көріп жүр. Челси немесе Манчестер Юнайтед алуы мүмкін. Олармен бірге Ливерпульдің атынан да қызығушылық бар деген ақпараттарда шығуда. Барселона сөйлесіп көреді, тырысып көреді, бірақ та біздің ойымызша Кимих АПЛ-ға барады. Манчестер Юнайтед, Челси немесе Ливерпуль. Осы үш клубтың біреуіне баруы мүмкін. Себебі Кимихтің өзі айтқан, мен болашақта АПЛ-да ойнағым келеді деп. Килиан Мбаппе Реал Мадридпен келісім шартты созып қойды деген ақпараттар бар. Қазіргі таңда Килиан Мбаппе 5 жылға келісім шартқа отырды, және де бұны хабарлау ғана қалды деп санайды. Евро 2024-ке дейін хабарлайтын болады. Енді Килиан Мбаппе Реал Мадридта ойнайтыны белгілі, бірақ та өзі армандаған, ойлаған Олимпиада ойындарында Францияда ойнай алмайтын тәрізді. Себебі Флорентино Перес жібергісі келмейді Килиан Мбаппені. Егер енді Францияның президенті Макрон мырзаның өзі хабарласып айтып жібере ғой деген өтініші болмаса, Перес жібермеймін деген екен.
Енді оны алдағы уақытта көре жатармыз. Осыған байланысты қазіргі таңда Килиан Мбаппені Францияның жанкүйерлері және де Пари Сен-Жерменнің жанкүйерлері жек көріп жатыр екен, ештеңеге қарамастан. Оның Франция ұлттық құрамасына сіңірген еңбегі өте зор, және де Пари Сен-Жерменге сіңірген еңбегі де өте зор, Монакоға сіңірген еңбегі де өте зор. Енді әсіресе PSG-ның жанкүйері ғой, жек көріп жатқан жанкүйерлері. PSG-ның жанкүйерлері кәдімгідей Мбаппені жек көру деген апта қойған екен. Алдыңғы апта Мбаппені жек көру апталық екен. Не үшін жек көріп жатыр десеңіздер, ол енді франциялық командалармен, клубтармен чемпиондар лигасын алған жоқ деп жек көреді екен. Және де сол жетістікке жетпей Франциядан кетіп қалды деп сатқындық деп санайды екен. Енді бұл жерде Макрон мырзаның келіншегі де ара түскен екен. Килиан Мбаппеге алғыстан басқа айтарымыз жоқ, рахмет, барған жерінде қайда барсаң да жолың болсын деген екен Францияның президентінің әйелі. Ал енді Париждің халқы Мбаппеге рахмет айтқысы келіп тұрған жоқ. Ары қарай таптап тастағысы келіп тұр. Килиан Мбаппе Неймар мен Мессидің күйін кешіп жатқан сияқты, кезінде Париждің Пари Сен-Жерменнің жанкүйерлері Мессиді да Неймарды да сыйдырмаған еді. Ендігі кезек Мбаппенікі болып жатыр. Ал достар, бүгінгі жаңалықтарымыз осындай. Сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын дәл осы 13-ші сектор арнасына дәл қазір жазылып қоюды ұмытпаңыздар достар. Назарларыңызға рахмет. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар.